Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар достар? Мен өзімнің сүйікті тағамның суреттері бар футболкамды киіп алдым. Бұл дегеніміз, бүгінгі әңгімеміз тамақ жайында болады деген сөз. Адамдарды арықтатқың келсе, оларға 100 рет мынаны же, ананы же, мынаны же, ананы же, мынау пайдалы емес деп айтып отырғаннан гөрі, бір-ақ рет қана мынаны жеме, ананы жеме, қалған бәрін жей бер деп айта салсан, оларға түсініктірек болады деп ойлаймын. Келсесіздер ме? Мен келсемін. Ендеше бүгінгі видеода біз сені семіз қылатын екі тағам түрін қарастырамыз. Егер де оларды өзінің өмірінен азайтсан немесе қиып тастасан, түбегейлі өзгерістерге организмін ұшырайын деп тұр. Сенен арғы адам болмайды. Кеттігенше. Өмірінде қысқартуға қажетті нөмір бірінші тағам түрі ол бізде ұннан жасалған тағамдар, яғни изделия из муки. Қарапайым халық арасында бұл мучное деген сияқты танымал. Бұған біз жатқызамыз нан, булочка, пончики, панкейки. А еще сен универ немесе школандағы өте столовыйдағы популярный тамақтар, пирожки с картошкой, сосиски в тесте, самса деген сияқты, бұның барлығы углевод болып саналады. Бұл тағам түрлері өте высококалорийный болып саналады, яғни бұлар сені калорий бойынша профицитке шығарады. Ал профицит дегеніміз не? Мысалға қара, сен салмағың 70 килограмм деліге, саған, чтобы сол салмақты сақтап тұру үшін тәулігіне 2100, может 2400 килокалорий жеу керек. Ал бірақ сен нандарды жей бастасаң, сенің калорийін 2700-2800 дейін барады. Получается 2700 минус 2400 болады, разница 300 килокалорий. Бұл 300 қайда кетеді? Әрине, қарынға кетеді. Сондықтан да саған бекер айта бермейді ғой. Булочканы көп жей берме, өзім булочкаға айналасын деп айтқан шығар. Маман, папан біреу болсын. Олар бекер айтып жүрген жоқ. Арықтаймын десен, жеуге болмайтын нөмір екінші тағам түрі ол барлық тәтті тағамдар. Яғни барлық сладкий напитоктар, газированный, фанта, кола, спрайт, буратино деген сияқты, и сладкий соктар, чуси, пико, солнечный нектар деген сияқты. Өтірік башым ба? Кстати, Грацияда вообще қант жоқ деп айтады ғой, білмеймін енді. Сыртында сөйтіп жазып тұр, қант жоқ деп. Может, барда шығар енді. По-любому бір сахарозаменителдер болу керек қой. Вот. И одан кейін кетеді барлық шоколадтар, тортиктар, пончиктар и барлық тәтті печенькалар. В общем-то, барлық сендердің, яғни ұлдардың қыздарға сыйлайтын тағам түрлері подарок деп. Олар негізі әдейі сыйлайды ғой, семірсін деп. Ладно. Мәселе барлық мынада. Барлық тәтті тағамдарда қант бар. Қант деген ол глюкоза. Біздің организмге түскен кезде қант глюкозаға ыдырайды. Яғни ол глюкоза болып шығады. Ал глюкоза ол біздің қанның ішінде жүгіріп жүреді. Және де ол біздің қаннан клеткаға түскен кезде, біздің барлық клеткаларымызға, мышечный клетка болсын, кез келген клеткаларға түскен кезде, ол энергия болады. Яғни глюкоза біздің клеткаларды энергиямен қамтамасыз етеді. Енді түсіндіретін нәрсе мынада жатыр. Қараңдар, сендерге тәулігіне определенный белгілі бір энергия көзі болу керек сендерде. Яғни, сендердің қандарының ішінде глюкоза саны белгілі бір мөлшерде болу керек. Ол слишком көп болып кетуге болмайды. Глюкоза деген жаңағы айтқандай өздерің білесіңдер, ол қант, ол сахар. Яғни қанның ішінде сахар өте көп болып кетпеу керек. Сахар в крови деп айтады ғой, Егер де сахар в крови көп болып кетсе, сендер сахарный диабетке ұшырайсыңдар. Сондықтан да ондай болып кетпеу үшін белгілі бір мөлшер ғана болады қанттың. Ол қандай мөлшер деп ойлайсыңдар? Ол 50 грамм. 50 грамм дегеніміз бір ғана чайный ложка. Бір ғана чайный ложка. Ал сендер күніне қанша қант жеймін деп ойлайсыңдар?
Өтірік па, шын ба, ғалымдардың айтуына сенсек, среднестатикалық адам күніне 30 чайный ложка қант жейді екен. 30 чайный ложка. Ал норма бірақ қана. Сонда қараңдар, сендер 30 қасық жеп аласыңдар, енді 30 қасық қант деген енді. Сендер по-любому торт жейсіңдер, шоколад жейсіңдер, анан жейсіңдер. Әсіресе, кстати, молочный шоколадтар бар ғой. Соның бәрін жеп, барлық жақтан жинап, кофеден жинап, анадан жинап, 30 қасық шығады. 30 қасық қант пайда болады. Оның барлығы организмге кіреді коридормен. Кірген кезде оларды жолда инсулин қарсы алады. Инсулин дегеніміз ол біздегі қанның құрамдағы қантты реттейтін красавчик гормон. Оның жұмысы сахар в крови көбейіп кетпеу үшін соны реттеп отыру. Енді қараңдар, мысал келтірейін. Қалай инсулин жұмыс істейді? Ар жақ коридормен 30 қасық қант келеді. Ол білет, что норма бірақ қана екен. Сондықтан да 30-ның бәрін тоқтатады, стоять дейді де, айтады, қанға бірақ қасық қана өту керек. Так что қалған 29-дарын осы жерде күтіңдер. Сен өте бер дейді, біреуін ғана кіргізеді. Қалған 29-ның бәрін не істейміз деп, ана досынан сұрайды. Екінші досы инсулин айтады, алда, бір жерге тығасал, оларды сақтап қойық. По-любому керек болады ғой, олардың барлығы энергия көзі ғой, олардың барлығы глюкоза ғой. Так что на черный день керек болады, на белый день. Так что алда бір жерге оларды сақтай сал дейді. Ана айтады, жарайды дейді. И алады айтады, 29, сендер барлықтарын алыңдар да, ана жақты подкожный слой деген тұрғы, сол комнатаға кіріңдер дейді. Түсіндіңдер ма? Подкожный слой деген комнатаға кіріңдер дейді, барлық 29-ды соған кіргіз қояды. Подкожный слой дегеніміз ол сенің әрбір жерін, мына қарындағы сенің жүрегің ғой. И олар барлық 29 сол жерге жиналады. И келесі жолы не болады деп ойлайсың? Ана 29 қолданыла ма когда-нибудь? Қолданылмайды, потому что келесі екінші күні сен тағы да 30 қасық алып келесің, опять біреусі ғана кіреді, қалған 29-ы кіреді, олар тағы көбейеді. Сөйтіп, үшінші күн, төртінші күн олар көбейе береді, сенің мына бір подкожный слойдағы жирын бам күннен күнге аса береді, и сенде неге мен арықтамай жатырмын деген сияқты сұрақ туындайды. Енді түсінген шығарсың, бұл мысалдан қалайша арықтау керек? Арықтау үшін саған қантты қысқарту керек, вообще практически нөлге минимизировать етпеу керек. Когда сен организміне қан түспеген кезде, ол уже өзінің мына комнатада жатқан жирді жігат ете бастайды, сол арқылы энергия мөлшерін қамтамасыз етеді клеткаларға. Сендер менен сұраулар мүмкін. Ал жаңағы аталған екі тағам түрін қанша күн жемесек біз арықтай бастаймыз? Өте жақсы сұрақ. Екі апта ғана егер де сендер аталған тағам түрлерін қысқартып тастасаңдар, онда сендердің өмірлерінде сразу өзгеріс байқала бастайды түрлерінде. Кім асықпай, минимальный жолмен қиналмай-ақ, онда құр ғана қант санын азайтып, жаңағы аталған продукттарды минимизировать етсеңдер, онда сендер асықпай арықтайсыңдар. Ал кім дәп қазір осында арықтағысы келіп тұр, олар совсем 2 апта бойы жаңағы аталған тағамдарды жемесеңдер, бірден арықтайсыңдар ғой. Потому что қараңдар, 2 апта бойы, конкретно уже 3-ші или 4-ші күні, сендерде организмде қант жетіспегеннен, күнделікті энергия мөлшері жетіспегенден, ода ломка басталады. Ломканы басталған сендер өте жақсы сезіп қоясыңдар, потому что болды ма мынандай случай, когда сендер кухняға барасыңдар да, холодильникті ашасыңдар, қандай бір тәтті нәрсе жеп жүрсем екен, не бар үйде тәтті бірдеңке жегім кеп тұр деген бола ма сондай ощущение? Вот когда именно сен тәтті жегім кеп тұрған кезде, это означает сен клеткаларын аш, оларға энергия керек, оларға глюкоза керек, и олар глюкозаны алмай жатыр деген сөз, оларда ломка болып жатыр. И осы сәтте өте маңызды, осы сәтте тәтті жеп жібермеуге, себебі жеп қойсаң уже барлық еңбегің насмаркаға кетеді. Осы сәтте ломка басталғанда сен егер де оларға тәттіні бермей қойсаң, сенің организмің саған ренжіп қалады да айтады, ой, қойшы, сен бермесең ғой, мен аламда өзімнің
белый денге сақтап қойған запастарымды жаға бастаймын дейді. Жирді жігат ету арқылы энергияны содан алады. Себебі жир деген не өзі? Жир деген ол жаңағы аталған глюкоза, көмірқышқыл газы плюс су. Осы үш-ақ нәрсенің қосындысынан тұрады ол нәрсе. Сонда организм өзін тапит ете бастайды, жирдің бәрін тапит етіп, мына жылдар бойы жиналған энергияның аккумуляторын қолдана бастайды. Сендердің күнделікті жеген тағамдарың бар, құр ғана мизинчиковый батарейка сияқты энергия береді. Ал мына жерде целый аккумулятор жатыр қарында. Так что бұл аккумуляторды қолданып тастаған дұрыс. Оны қолдану үшін жаңағы аталған тағамдарды жемеңдер. Егер де сендерге видео ұнаса әрі пайдалы болса, онда лайк қойып, каналға подписка жасап, келесі видеоларда кездескенше